4-ші Ар-Рақиб есімінің қасиеті. Бақылаушы, қараушы деген мағынаны білдіреді. Ар-Рақиб құпиясы мол және кереметі қасиеті бар көкем есім. Бұл есімді үзбей оқып жүруді әдетке айналдырғандар қандай жағдай болса да Алланың қорғауында болады. Яғни жарық болған түні дұғалардың қабыл болатын уақыттары да. Осы есімді бір қағазға жазып, өзімен бірге алып жүрген адамдар ашық және жасырын түрлі бәле жалалар мен апаттардан аман болады делінген. Осы есімді 40 күн бойы зиярат ұстап, риязат ұстап, рухани ластықтардан арылып, таза күйде күнде 4440 рет қайталаса, ол адам өзінің періштелермен бірге жүргенін сезінетін болады. Және сиқыр мен дуалаған жерге кірсе, олар әсер ете алмайтын болады. Кімде-кім бұл есімді, яғни Ар-Рақиб есімін 312 рет қайталаса, күнделікті түрде Алланың қорғауында болады. Алланың қорғауында екенін сезінеді және есте сақтау қабілеті жақсара түседі делінген. 45-ші Әл-Мүджиб, жауап беруші, дұға мен тілектерді қабыл алушы деген есім. Бір мұсылман шынайы ықыласпен «Я Мүджиб» үзбей айтар болса, адамдар оны жақсы көретін болады, дұғалары қабыл болатын болады. Дұғалардың қабыл болуы үшін бұл Әл-Мүджиб есімін күніне 55 рет минималды түрде оқуымыз қажет.